Қар сериал түсірген үйге келдім. Мына жерде фотосы, видеосы тұр. Шынымды айтсам, қатты қобалжып тұрмын. Бұл сериалды отбасымызбен бірге көргенбіз. Тіпті менің әкем де көрген, телевизор көрмейтін. Қар сериалы естеріңізде бар ма? Бәріміз кешкі уақытта отбасымызбен бірге көретін едік қой. Али мұғалім деп мазақтайтын едік қой. Мектепке барып, Назар, Жаппар төре, әр адамның өзінің бір сүйікті кейіпкері бар еді ғой. Мен осы Қар сериалына анамды ертіп бардым. Бурса қаласында түсірілген өте керемет табиғаты, тау бөктерінде орналасқан бұрынғы ескі көне үйлер сақталған. Тіпті ол жақта кішкентай ғана тар көшелері бар. Әрбір көшеде дәмхана, дүкен, кәдімгідей жаңағыдай базар бар. Қалаған затыңды аласың. Енді керемет әсерде болдық. Біз Қар үйі ішіне кірдік, музей мен дәмхана болған. Тамақтандық, тағамдар өте дәмді, адамдар кішіпейіл, керемет. Кішкентай кезіңде көрген сериалды сен қайтадан сезіну. Телевизорда түріктің сериалын көресің, және сен сол жерге анаңмен бірге барасың. Бұл деген керемет сезім. Siz nerelisiniz? Güzel görüşürüz inşallah. Сіздің сүйікті сериалыңыз қандай, және сіз қай сериалды түсірілген қалаға, үйге, мемлекетке барғыңыз келеді? Пікірлеріңізді жазыңыздар.